Ажардың отренеге басылайын деп жатыр. Бұл жерде 8 наурыз аналар мерекесі. Құрметті әжелер, аналар, сіздер де әйел жанмен байланысты тамаша көктем мерекесі 8 наурызбен шын жүректен құттықтаймын. Алғашқы көктем мерекесі жер бетіне өмір сыйлаушы, нәзік, ақылды, сымбатты, мейірімді жандарға арналған қандай тамаша мереке десеңші. Асыл жан, ол ана десек, жүрегімізде сүйікті жанға деген махаббат сезім оянады. Олай болса, аналар, біздің күншуақ тобын қарсы алыңыздар. Кезекті біздің балалардың тақпағына береміз. Кәусар шығамыз. Ислам, Ажар, Зейін шығамыз. Кән тақпағымыз айтамыз, тақылдап.
Ate benim böledim, altın alem kınadım, anam üstün verirdim, nağı sanat derdim. Ate beni üşüyün, Ate beni üşüyün, Zemin üzümge, anne diyen kıymet, söz bütün öyle. Azokta acımda, az yüzümge dinledim. Yerine dostumaz, onuruna dinledim. Anam Bursa karşısında kızga bakın ne gerek, anasının sözleri benimde o kelimet. Havаны гүлдер басады. Сұлу көктем есігін ашып, шуағын бізге шашады. Ортамызда біз көктем аруымыз. Қош келіпсіз біздің мерекемізге. Сәлеметсіңдер ме балалар, сәлеметсіздер ме қонақтар. Мен сонау қысты тастап сендерге әдемі гүлдерімді алып көктем болып келдім. Мені танисыңдар ма сендер? Мен бүгін сендердің өнерлеріңді көргім келіп отыр. Маған өнерлеріңді көрсетіп бересіңдер ме? Көктем ару біздің балалар қазір қандай мезгіл, қандай болып жатыр, құбылыстар бәрін біледі. Біртіндеп сұрап көрсеңіз болады. Балалар, қазір қандай мезгілі? Көктем! Дұрыс айтасыңдар, көктемде гүл шығады, я бәйшешектер атады. Көктемде? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Дұрыс айтасыңдар, өздерің сияқты гүлдер бүршік атады. Қандай әдемі болып кеткенсіңдер. Көктем ару біздің бүгін аналарымыздың мерекесі. Соған орай біздің балаларымыз бірінен бір өткен әдемі және сүйкімді болып тұр, Сіз бізбен бірге осы жерде қонақ болыңыз, біздің өнерлерімізді тамашалаңыз. Табаны жерге тимейді, әпкем ғажап билейді деп біздің қыздардың гүлдер биіне береміз кезек. Show
керекпін. Рұқсат бермеймін. Жоқ. Мені шығарма. Көрдіңдер ме балалар? Бұлық мені итеріп шығарып жіберіп еді. Сендер қайтып алып келдіңдер. Сендердің мейірімдерің сондай тамаша. Енді Құда қаласа көктем де сендерге шуағымды шашамын балалар. Ананың әрбір сөзі жылулыққа толы. Ананың көз нұры тастай мұзды да жібітеді. Демекші, біздің балалардың аналарға арналған тақпақтарына береміз. Бәрімізге анасын, өссін, тұңғыш жансын. Құтты болсын мейрамын, құттықтаймын анасын. Ана менің тірегім, ана менің сөйлегім. Қорсам да, дұрсам да, қасымда бар тілегім. Нәбел ізін мені анам. Нәбел ізін мені анам, қолыңдағы құсынды. Бұпыра өтіп демалам, шырағыңда қысылмай. Не болады! Мен бұндай тойды болдырмаймын, мен бұндай мейрамды! Не болып жатыр? Сәлемет сізге, Мұстар. Сіз қайдан тап болдыңыз бізге? Не болып жатыр сізге? Мен андай сендердің мейрамдарыңды болдырмаймын. Не деген балдар әдемі. Жоқ, Мұстар кемпір, қараңызшы біздің балалар қандай әдемі. Біздің аналарымыз отыр. Апайларымыз отыр, бәрі де біздің аналарымыздың мерекесі. Сіздің оны бұзуға хақыңыз жоқ. Жоқ, болдырмаймын. Барлықтарың әдемісіңдер. Мен неге мұстанмын? Ой, мен де әдемі болғым келеді. Сізге орындық берейік. Сіз отырыңыз, менің қыздарым сізді әдемілі қылып сәндеп шығады. Сіз де әйел адам болып шыға келесіз. Ой, рас па? Иә, қазір көріңізші менің қыздарым. Мен әдемі болып шығады. Қыздар, біз Мұстан кемпірді не істейміз? Әдемілеп бояндырып, иә? Әдемі Мұстан, сен әдемі екенсің ғой. Сен аппақ екенсің, қарашы. Мен сен өнер көрсеткім. Тырнағыңды алып, сен жуынып, таза болып жүрсең, сен өте керемет жан болып шықтың. Әдемісің, иә балалар, әдемі ма? Рахмет қыздар сендерге.
Оң қолдарыңнан өнерлерің тамған қыз екесіңдер. Рахмет, қыздар. Сау болыңыздар. Сәл болмағанда біздің жалмауыз кемпіріміз біздің мерекемізді тоқтатып жіберіңдер, иә балалар? Дұрыс болды, сендер әдемілеп жіберіңдер бұны. Өте дұрыс болды сол жағы. Олай болса балалар, жалғастырайық, иә? Мерекемізді ары қарай көңілдетіп өткізейік, иә? Көз деп дейтін, жылтырап жүрегі көз дейтін. Аналар ақ жаулықты бұл бізде қол соғып қарсы алайық, көк жүгіле дейін деп көк жүгіле дейміз. деп отырып біздің аналарды ойынға шақырамыз. Бес ана. Аластар ғой. Шақаламыз ба? Ештеңе айтпаймыз ба? Айналып берейсіз.
Аш киім қайда еді? Алмадың ба аш киімді? Аш киімді қалдырдым. Мынандай кәнім, мынандай кәнім. Телефон, қайда телефон? Мына шал. Анау, досым. Амантайға бір хабарласып қояйын. Хабарласпады ма саған? Жоқ, бір өзіңе хабарласпаса маған хабарласқаны жоқ. Анау алыстағы балдар жұмыс барымен хабарласпады дейм шамасы. Алло, Амантай. Ассалаумағалейкум. Амансың ба? Бала шағаң үй ішің аман есен бе? Жүр, қолың бос болса екеуміз Балдар деген алыста. карта ойнап келейік. Қалай қарайсың? Сағынышым деген сондай. Ой, Амантай, қоя тұр. Мына кемпірім недовольный отыр. Кейінгі күнге қалдырайық, жарай ма? Карта, шал, қандай карта? Мен балдарды ойлап отырмын. Солар келмеді, хабарласпады. Немерелерді сағынып жүрген жайым бар. Ой, Кемпір, ренжіме. Сенен басқа ешкім маған қарамайды. Не қылайын? Сені бүгін мейрамда кәдеге апарып келейін. Қалай қарайсың? әй шал, балдарға барып келейік та қалаға. Немерелерді сағындық қой. Бір көріп қайтайын. Телефонды қалдырма саламын. Мен ұмытып кетем ғой, білесің ғой. Мейрам ғой, менің де көңілімді көтеріп қой. Балдарда мәз болсын немерелер, шал? Әй, кемпір, тоқта. Төпіліңдерді Дайын ба? дайын ба? Бәрі дайын. Шал, жүре ғой. Немерелерді көріп, бір көңіл көтеріп қайтайық. Кім келді үйге? Әй шал, сен тұра тұр. Мен есікті ашып келейін. Бар, көп Кім келді? Тез бол, жүгірші. Ой, менің балаларым келіпті ғой. Анашым, қалайсыздар? Мейрамдарыңыз бәрі? Жаным балашым. Бақытты болайын. Көп жаса келінім Бақытты бол. бол. Әкешім, қалайсыз? Қалай жағдайыңыз? Қалайсыңдар? Немерелерім қалай? Денсаулықтарың қалай? Біз сендерге енді атаңды ертіп аттанғалы жатыр еді. Сіздерге тосын сый боп айтпай келдік қой. Ой, бұндайларыңды білмей, немерелерім қайда? Сағынып отырған едім. Әй, бәрі сабақтады да. Келіңіздер. Бірге отырайық. Жақсы болды ау. Мен өзім қалаға немереге барамыз деп шал, балдардың өзі келді. Қандай керемет. Аналарыңды бір қуантып қойыңдар, айналайын, шырақтарың. Көп жасаңдар, көп жасаңдар. Жақсы, аман есен. Жұмыстарың жақсы ма? Жақсы, Айналайын. Анашым, әкешім, жағдайларыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Шүкір, Ауырмай жақсымыз, жақсымыз. Бәрі жақсы ау. Келін сен бір шай әкелсең ба? Бәрі дұрыс, бәрі нормально. Бірақ үлкен баланың қыздың орны бөлек, кіші баланың орны ол бөлек. Мен үлкен балам алыста еді. Соны сағынып отырмын. Жыламаңыз, анашым, жыламаңыз, анашым. Әрқайсының орны бөлек. Бірақ аналық сағыныш, аналық жүрек деген қандай болады білесіңдер ма? Жыламаңыз, анашым. Көңіліңізді түсірмеңіз мейрамда. Тосын сый боп келіп қалар. Жыламаңыз, Ол анашым. балам бір рет болса. Анашым, мен келдім.
Canım balacığım, bildin mi? Ben seni sağınıp жылап отыр едім. Құдай, немерелерім кетті ғой. Ой, тамаша немерелерім. Ey bana bana qaramайсың ба? Қошақан қой, қошақан. Қуанышты. Ой, рахмет. Аналар, конечно, менің балаларым кер отбасылар жаман болсын деп, аналар барлық уақытта жасасын аналар. Аман болыңыздар аналар. Санып деп кезекті біздің қыздардың тренд биіне береміз. Сөзін ойға тиемін, анашымды ардақтап, басымды оған киемін. Ана біздің күніміз, ана біздің гүліміз, ана ауадан қарайды, ана біздің тіліміз. Жарайсыңдар. Viva!